Армысың қызық. Адам өмірге келеді, өлім бар, өлімнен кейін қандай әлем бар, адам өмірге қайтып келе ма деген сұрақтарға мыңдаған жылдар бойы жауап іздеп келе жатыр. Әр ұлттың өзінің ол туралы түсінігі бар. Қазіргі деректер бойынша 10 мыңнан астам религиялар, вералар, сенімдер, діндер бар. Әрқайсысы әртүрлі атайды. Біреу дін дейді, біреу сенім дейді, біреу религия дейді, біреу иман дейді, біреу жол дейді, путь. 10 мыңнан астам. Оның әрқайсының жаратушысы бар. Есім қойып қойған, атау қойып қойған. Бірақ осылардың барлығы әлемді жаратушы жаратқан. Бір жаратушы бар деген түсініктің мағында өздерінің тіршілігін жасап, ойларын тұтастырып, білгірлігін білдіріп айтып жатыр. Соның ішінде ең күрделі сұрақ: өлімнен кейін өмір бар ма? Немесе адам өмірден озғаннан кейін өмірге мына жарық дүниеге қайтып келе ме? Деген сұрақтарға жауап іздеген. Жер бетінде халықтар ол сұраққа қандай жауап берген? Интернетті шарлайық. Мына оңтүстік Африкада тұратын халықтар өлген адамның душасы тайпаны аралап, айланып жүреді екен де, қайтадан өмірге, дүниеге қайтып келеді екен. Оны ғылым метампсихоз деп атайды екен. Переселение души. Ал енді солтүстік, оңтүстік Америкада тұратын халықтар душаны хайуанға өтіп кетеді деп есептейді екен. Оны ғылым трансмиграция дейді екен. Яғни переселение души болады екен. Бірақ басқа жануарға кетіп қалады деп айтады екен. Ал индуизмда туасың, өлесің, қайтадан ораласың дегенді табиғи цикл, ол заңдылық деп есептейді екен. Оны Пуран жанма дейді екен. Ал сол индуизмнің бір тармағы буддизмда Пунап Бхава деген, ол жерде Будда жер бетіне 24 рет қайтып келеді дейді екен. Ал мына еврейлерде гигал деген түсінік бар. Колесо, круг деген сөз. Олардың айтуы бойынша алғашқы жаратылған Кадманның духы кейін Шиит деген пророктың, Моисей пророктың денесіне енген деп есептейді. Ал гректерде пневма деген түсінік бар. Олардың түсінігі бойынша, гректердің түсінігі бойынша дух бір тәннен екінші тәнге өтеді. Дух өтеді. Ал дух дегеніміз не екенін олар анықтап ешқашан айтып көрген жоқ. Христианствода воскрешение бар. Өліп қалған адамның өзінің тіріліп кетуі. Ол Илья пророктың басынан өткен. Ол Елисей пророктың, ол Лазарь пророктың жаратушының баласы деп есептейтін Иисус Христос дәл солай тірілген. Міне осындай дүниетанымдар оңтүстік Африкада да бар, Америка халықтарында да бар, индуизмда да бар, христианствода да бар, гректерінде, түсініктерінде бар. Исламда бар ма? Исламда танасух деген түсінік бар. Осы танасух түсінігін исламның ғалымдары анда-санда айтқанымен төне жетіп ешқашан айтпаған. Түсінесіздер ме? Ал исламда рух деген түсінік бар, нәпс деген түсінік бар. Ол екеуін де бір-бірінен ажыратып ислам ғалымдары, имамдары айтып көрген жоқ. Рух ауысады деп айта алмайды. Неге десең, қолдарын ұстап отырған кітапта рух туралы Раббының өзі Исра сүресінің 85-ші аятында былай деп айтқан: "Ей Мұхаммад, сенен рухтың не екенін сұрайды. Айт, рух Раббымыздың әмірінде. Бұл жайында сіздерге өте аз мағлұмат берілген деп баянда" дейді. Нәпс туралы ешқашан қазақ имамдары айтпайды. Рух туралы айтады. Бірақ рух туралы әмірді кім айтатын? Исра сүресінде айтып қойған екен. Яғни сен салынып тасталған, оны айтуға. Запрет жасалынып тасталған. Ал біздің имамдар солай жасап жүр ме? Олай жасап жүрген жоқ. Рух туралы түсінікті өздерінше түсіндіргісі келіп жүр. Рух кеудеден шығады, бақиға кетеді, оған дұға айтуға болады деген сөздері қате. Себебі оның заңдылығын білетін тек қана Раббының өзі. Бұны ары қарай айтып бермейік. Сонымен ислам әлемінде
танасух деген түсінік бар екен. Бұл келекету емес, бұл ақиқат. Бірақ бір құпияны ашайын. Ислам жолында таза жүргендер мына фәни дүниені фәни деп есептеп, бұл жердің бір дүниесіне қызықпай, ана мазхабшылардың жазған емес, қолын ұстап отырған ұлы кітаптан болатын сұрақтарға жауап берген мүміндер мен мүслимдер ғана мәшқар күнгі сұрақтан кейін тіріледі. Соны танасух дейді, қайта тірілу дейді, бақида. Ал біздің қазір даламызда өмір сүріп жатқан бейисламист, мейлі оң құлақтарыңмен тыңда, мейлі сол құлақтарыңмен тыңда, қайта тірілгің келе ме бақида? Онда ана қолың ұстап отырған кітапты жөніменен оқы. Интернетте отыр, былжылдай бермей. Енді осының бәрін айтып келген кезде қазақ дүниетанымында реинкарнация деген түсінікке, переселение души деген түсінікке қарама-қайшы болатын, немесе соған ұқсас болатын түсінік бар ма дегенге келетін болатын болсақ, иә бар. Қазақ оны діттелу дейді. Өз ұрпағыңнан өзің туу. Бізде переселение духа, переселение души, немесе рухтың ауысуы деген, немесе исламдағыдай не нәпістің, не рухтың бағиға барып тірілетіні жайлы түсінік жоқ. Негесің біздің концепциямыз, тәңірлік дүниетанымның концепциясы бөлек. Біз осы жарық дүниені, материальный мирді таңдап алғанбыз. Әрине, тылсым дүниеге біздің әруақтар кетеді. Бірақ білеміз оның материалын екенін. Біз білеміз тылсым деп отырған әлемнің өзінің материалын әлем екен. Бірақ әлі зерттеліп, нақтыланып бітпегендіктен біз оны әзірге тылсым дейміз. Айналамызда қоршаған дүниеде, өзіміздің болмысымызда әлі біз білмейтін жерлердің бәрі бізге тылсым дүние. Аруақ бар. Бізде аруақ өз ұрпағының өзі қайтадан өмірге келеді. Оның заңдылығы бар. Генетика ғылымы арқылы дәлелдеуге болады. Бірақ исламның айтып отырғаны, басқалардың айтып отырған дух деген сөздері, душа деген сөздерінің барлығы біз үшін абстракция, белгісіз. Олардың өзі де білмейтін екенін, құрылымын ғылыми жолмен дәлелдей алмайды. Ал біздің әруақты суретке түсіруге де болады, тіл қатысуға да болады. Өмірде бар нақты зат. Мына тұрған тастағы салынған аталық рухтың бейнесі. Мына тұрған жанында қайталап айтамын, өткенде де ролигімді айтқанмын, аналық рухтың бейнесі. Енді осыны жүзгізіп жіберейін. Кетті, бұрқ ете қалды. Мыңғырыш, аталық, адам жасаймын деп ағылып бара жатыр. Қазақ білген мына қараш, таста тұрған сурет. Аталықтан айнымайды. Ағылып бара жатыр. Адам жасаймын деп ағылып бара жатыр. Шешім қабылдап, зымырып бара жатыр. Бұл біздің дүниетанымымызға сәйкес келмейді деп. Осы құдіретті түгелімен өз болмыстарының лақтырып жіберген жер бетінде қаншама халық отыр, бәрін Аллах шешеді, бәрін Иегова шешеді деп отыр. Мына жерге қарасаң, кәлләсі болғанымен миы жоқ, қан жоқ, сүйегі жоқ. Түкке тұрғысыз деп айтуға болатын заттар өмірде жасаймын деп заулап бара жатыр. Нағыз дін-дінге осы ғой. Өмірде жасаймын деп атқандар. Құдай баяғыда миллиардтаған, триллиардтаған жыл бұрын жасап қойған. Өсінге дейін өзіне берілген тапсырманы орындау үшін асығып бара жатыр. Ал мына тұрған аналық. Мына тұрған аналық. Аталықтардың бәрі жақындады. Қазір енеді. Аналыққа нер кезде маңдайында шырақ жанады. Сол ананың қат-қабатын түгелімен ерітеді, мынаның басында шырақ жанады. Түсіністірме қалай? Содан аналықтың ішіне кіреді. Аналықтың ішіне кіреді әне. Осы жерде жүзіп келген құйрығын тастайды. Үзіп тастады, көріп отырсыз ғой. Одан кейін ядросын ішінде бабалар бар, бабаларымыз бар, қыралты хромосом бар. Аналық та өзінікін жіберді. Екеуі бірігіп жатыр. Міне осы жерде стоп. Қараңыздар. Міне осы жерде аталық пен аналық қосылады. Бір-біріменен ақпараттар алмасады. Осы жерде жүздер мен жүздер табысады. Елдер мен елдер табысады. Рулар мен рулар, аталар мен аталары табысады. Осы жерде болашақта болатын ұл мен қыздың ендігінің негізі қаланады. Осы жерде аналық жағынан байшора, қарашора, жаншора, аталық жағынан ағарыс, беғарыс, жанарыс деген ақпарат беріп қосылады. Тап осы аруақтың ішінде. Мына тұрған аруақ
Бірақ мұны ғылым әруақ деп атаған жоқ. Қазақ білген ғана ұлы дүниетаным. Қазақ қана осы уақытқа дейін құрметтеп келген өмірде бар аталық пен аналықтың туындысы. Ғажайып құдіретке ие, өзінің болмысынан тірелемді жасай алатын өмірде бар зат. Аруақ. Ал мына тұрған қазақтың тасы салынған суреті. Аруақ. Мына тұрған ғылымда ДНК-лар, адамның бүткіл пошымы, болмысы, өмірі, тағдыры, ауру, кеселі, даналық, данышпандығы орналасқан деп айтатын болса, қазақ мына жерде адамның бейнесін салып қойған. Шардың ішінде адам отыр. Қазақ білген ғажайып аруақ, алғашқы аруақ. Ішінде адам бар. Яғни хромосомдар осының ішінде алғашқы адам болатын бейнені сомдайды. Түсінесіз бе қалай? Осы аруақ өзіне тән бүткіл жұмыстың бәрін жасап, осы аруақ кенеттен дөңгелек шар жасайды. Қазақ үйі сияқты жасайды. Осы аруақтың жасаған үйінің қабаты бар. Эндодерма, мезодерма, этнодерма деген. Ал қазақтың дүниетанымында сол қабатты да нақтылап тұрып айтады. Қағанақ, сағанақ, құрсақ деп. Қағанағымды қақ жардым, сағанағымды сарқ еткізіп, құрсағымды қақ айырған бала тудым деп қазақ бір мақтанған. Жатырдан дейді, қағанға бала туады дейді. Қазақтың сорына мына тұрған әруақ біздің кейбір істеген жаман қылықтарымыз үшін, істеген жаман әдеттеріміз үшін, жаман мінез құлықтарымыз үшін, жаман қарекетіміз үшін қазақ ұлтын асыл ұрпақ туамын деп шежіре заңын ұстаған қазақ ұлтын әруақ соттап жіберді. Генетически соттап жіберді. Ауру, ұры, өтірікші, намысы жоқ ұрпақты батырлатып туа бастадық. Жақсылық деп ойлайсың ба? Аруақты ұмытқандықтан, аруақтың бар екенін ұмытқандықтан осындай дертке, кеселге ұшырадық. Ал барлық ақиқат, барлық заңдылық аруақтың болмысында тіркелген ұлы заңдылық. Аруақ жоқ деп қояды, аруақ бар. Материальный зат, құрылымы бар. Өзінің құдіретімен тіршілікке енің барлығын жасай алады. Менің религиям бөлек десең де, 100 жерден дәлел айтсаң да, дәл осы тұрған аруақтан жаратыласың. Осы аруақ өзінің ұрпағын жасап біткеннен кейін, соның ендігіне, ұлына да, қызына да өзінің тура көшірмесін тастап кетеді. Яғни, адам өмірден озды дегенмен, денесі мәйітке айналды дегенмен, кеше оның денесін құрған аруақ сыртқа шығып кеткенімен, өзінің жанды түрде, аталық, аналық ретінде, болашақта қайтып келемін деп, ұлы мен қызының ендігіне салып кетеді. Яғни, жер бетінде бір ғана халық білген заңдылық бар. Еркегіне 50 үйден, қызына 40 үйден тыйым салынады. Ана ендігінде жүрген, өмірге келіп, өмірге қайтып келе алмай жатқан, өмірге келіп қойған ата-бабаңның да сенің ендігіңде әрі көшірмесі бар. Көрінген жерге тастай берме, көрінген жерге салғыза берме деп, еркегіне 50 үйден, қызына 40 үйден ата-бабаңның аруағын таптатпа деп тыйым салғанымыз. Егер ақтың ішінде сенің өмірден әлі озбаған әкеңе тиесілі ақпараты бар, аталық ұрық, бөгде бір әйелдің ендігіне кіріп кететін болса, тірі отырған әкең өмірден озып кетеді. Әруағы қалай ана жерге кіріп бала жасай бастайды, ол бетіп әкең өмірден озып кетеді. Сондықтан біздің діттелі заңдылығымыз реинкарнация емес екен. Исламның айтып отырған өлгеннен кейін тірілесің деп отырған танасуық емес екен. Біздікі діттелу, аталық, аналық ұрық арқылы өмірге қайтып келу. Ал бұл қазіргі дамып бара жатқан кез келген ғылымның заңдылығына сәйкес келеді. Тәңірі Құдайдың жаратқан ұлы заңдылықтарын бұзбайтын заңдылыққа сәйкес келеді. Әруақ бар, денемізден шыққан әруақ бар. Өмірдарын озған адамдардың әруағы жанымызда жүргенмен, оның өзінің тура көшірмесі. Аруағы ұлы мен қызында жүзіп жүр. Біз қанша рет өмірге келдік,
сонша рет үйлендік, сонша рет бала тудық, қаптаған сол балаларыңнан, қыздарыңнан өмірге келесің. Мына әйеліңнен немесе өзіңнен ұрпақ болмай қалса, өмірге қайтып келмеймін деп ойлаушы болма. Өмірге өткен өмірдегі бала шағаңнан қайтып ораласың. Сондықтан жер бетінде бір-біріне ұқсас адамдар көп, бір-біріне ұқсайтын қазақтар да көп. Бұл аруақтың заңдылығы. Өмір айналады. Өмірді Тәңір Құдай айналатын етіп, заңдастырып тұрып жасап қойған. Яғни өмір бар, өлімнің сәті бар, ғұмыр бар, ғұмыр өмірге қайтарады. Аруақ арқылы. Ал аруақтың негізі аталық, аналық ұрық. Солар құдіретке ие. Әлемнің сенімдерінің, иланымдарының, жолдарының, религияларының, вераларының айтып отырған бірде-бір былшылына ұқсамайтын қазақтың тәңірлік жолы, қазақтың ұлы дүние танымының заңдылықтары, әлемнің жаратылу заңдылықтарына сәйкес келеді. Қазақша айтқанда діттелу заңдылығы. Қалғанын да қайтарымыз. Қайталау ілім мен білімнің анасы, әкесі. Сау болыңдар.